саламатсыздар ма? Отырыңыздар. Сонымен балалар, бүгінгі сабаққа көңіл-күйлерің қалай? Жақсы. Жарайды, егер көңіл-күйлерің жақсы болса, тамаша болса, онда бүгін біз ашық сабағымызды бастайық. Сонымен сіздерге мынандай нәрсе сұрақ бере қойыңызшы. Адамның ағзасы неде тұрады? Бір-біреуден бұлшық еттен дейді, тағы да судан тұрады екен, тағы да сезім мүшелері. Жарайды, адам ағзасы жаңағы мүшелерден тұрады екен. Бұл мүшелер бізде химиялық қосылыстардан тұрады, да? Яғни біз өткен сабақта химиялық элементтерді өткен едік. Енді сол бойынша кішкене сіздермен тақтада жұмыс жасай қояйық. Сонымен біз химиялық элементтерді өткен едік. Өткен сабақта осы үй тапсырмасы бойынша кішкене жұмыс істейміз да, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбына тоқталып кетеміз. Сонымен сабақтың тақырыбы атомның құрылысы мен құрамы мен құрылысы және изотоптар. Сабағымыздың мақсаты, яғни элементтерді өттік, сол элементтерге жеке-жеке тоқталып, атомның құрылысына сипаттама береміз. Яғни протон, электрон, нейтрон және олардың атомда орналасу тәртібін, массасын, зарядын білуіміз керек бүгін сабақта. Және 20 элементке сипаттама береміз. Протон, нейтрон, электронға сонымен бірге изотоп деген жаңа түсінік қабылдайды екенбіз. Ал енді сыныппен мынандай жұмыс өткізе қояйықшы. Тақтаға шығып жұмыс істейміз. Кейбіреулердің орындарында да отырып істеуге болады. Сонымен біз қазір LibreWorksheet деген сайтқа кіреміз де жаңағы элементтерге сипаттама берейік. Direction enter the symbol for each elements in the space provided. Яғни тақтада элементтер берілген, осы элементтерді қазір таңбаланып түрінде жасайық. Ал тақтаға кім шығады? Ержан шыға ғой. Карбон көміртек. Отыра ғой. Келесі. Айкөпке. Екі элементтен жасақ болады. Магнисий, магний. Және? Көппен болса. Қандай элемент? Көппен деген? Осы элемент отыра ғой. Так, орнымызда да істеуге болады, орындауға. Ал енді соңғы элементтерді анықтай қоямыз. Кім шығады? Әбірке? Кальциум, калий. Және келесі элемент? Силициум, кремний. Ал енді балалар, келесі орнымызда отырып, жылдан маған мына тапсырманы орындай қоямыз. Так, орындарымызда отырып, жылдан орындаймыз. Орындықта, партаның ішінде бізде ноутбукта осы жұмыстың жалғасы бар. Екінші тапсырмамызды орындаймыз. Мұнда біз не істеуіміз керек? Directions. That each component name to the formula that represent it. Яғни орнына жылжытып, анықтаймыз қосылыстарды. Ал бастаймыз. Финишті басамыз. Басқан кезінде экранда мынандай ұлғайтқыш шығады. Осы ұлғайтқышты басамыз. Сол кезде сіздердің жұмыстарыңыздың қорытындысы шығады. Ал сонымен жұмысымызды басып көрейік. Финиш көрейік балалар. Ұлғайтқышты басамыз. Бастық па? Енді жоғары қарай түсіреміз. Сонда біздің жұмысымыздың қорытындысы шығады. Сонымен Мөлдір мен Ильяста 10 балдың 9-ы дұрыс екен. Элементтер тақырыбы бойынша үй тапсырмасын тексеру барысында қандай жетістікке жеттік айта қойыңызшы. Сіздерде Айкөркем неше? 10-ның 9-ы дұрыс екен, да? Так, Айгүл? 10-ның 9-ы дұрыс. 10-ның 9-ы дұрыс. Кімде 10-ның 10-ы дұрыс? Так, Ержанда 10-ның 10-ы дұрыс, және Арайлы мен Аяжанда. Дәптерлерімізді ашамыздар, бүгін күнді жазамыз. Бүгін өтетін тақырып бізге. Атомның құрамы, құрылысы, изотоптар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты не істеуіміз керек? Біз сабақ барысында
Өткен тақырыптағы элементтердің атомдық құрылысына тоқталамыз. Яғни оның жаңағы құрамында неше электрон, протон, нейтрон бар екендігін анықтап үйренеміз. Сонымен бірге изотоптар туралы түсінік қалыптастырамыз. Және Менделеевтің периодтық жүйе кестесіндегі 20 элементке осы атом құрылысын жазуды үйренеміз. Енді сабақ барысында біз сабақты бағалау, жаңа үй жұмысын орындаған кезімізде сіздер тақтада және ноутбукта жұмыс істедіңіздер. Неше балл алғандарыңызды дәптерлерге түртіп отырамыз. Өйткені сабақтың соңында осы істеген жұмыстарың бойынша бағалаймын. 20 ғасырда атом құрылысы айқындалып, оның құрылыс теориясы ұсынылған екен. Яғни ғалымдар атомның ядродан және оның айналасын қозғалып жүретін электрондардан тұратынын анықтады. 1911 жылы Эрнест Резерфорд, яғни осы атомның құрылысы бойынша атомның планетарлық моделін жасаған екен. Яғни мұнда суретке қарап отырсаңыздар, жаңағы планетарлық модель ұсынған мынадай болды. Дәл ортасында ядро, яғни элементтің атом ядросы бұл плюс зарядталған болды, ал оның айналасында қозғалып жүретін электрондар теріс зарядталды. Сонымен электрон теріс зарядталған ең кіші бөлшек, оның заряды өлшем бірлігі ретінде қабылданған екен. Тақтаға қараймыз да, алып жазамыз. Бұл дегеніміз бұл протон екен. Дәптерге жазамыз. Протонның белгіленуі ағылшынша қалай. Ең дегеніміз бұл нейтрон. Е дегеніміз электрон екен. Біз алдыңғы сабақтар өткен атомдық масса жайлы да жаңағы газ кетерді есеп шығару барысында. Сонымен атомдық масса немесе оны салыстырмалы атомдық масса дейміз. Оны да жазып кетейік. Яғни протон деген бөлшек бар екен, оны бұл деп белгілейміз. Нейтронды N, электронды E және атомдық массаны. Сонымен атомның ядро заряды химиялық элементтердің қасиетін сипаттайтын маңызды бөлшек дедім. Оларды біз белгілеп өттік. Жаңағы нейтрон, протон, электрон деп. Сонымен бірге бізде Z деген әріпті қолданамыз. Бұл элементтің реттік номері. Жазып қойыңыздар дәптерлеріңізге. Мысалы, оттегін алатын болсақ, оттегі элементінің реттік номері 8, атомдық массасы 16 да. Яғни бұл жерде біз нейтрон санын табатын болса, яғни мынандай формуланы қолданады екенбіз. Қазір ал дәптерлеріңді ашып жаза қойыңдар. Нейтронды табуымыз үшін біз мынандай формуланы қолданады екенбіз. N тең атомдық массадан аламыз элементтің реттік номері. Яғни оның протон санына және электрон санына тең екенін былай жазуға болады екен. Ал дәптерлерді көшіріп алыңыздар. Менделеевтің таблицасын шығарып қойдым, кестесін. Осы кесте бойынша қазір жұмыс істейміз. Элементтердің жаңағы атом құрылысына есептер шығарамыз. Тағы да бір элементке мысал келтірейік. Мысалы, оттегін алайық. Периодтық жүйе кесте бойынша оттек бізде мында орналасқан. Реттік номері 8, атомдық салмағы 16. Ал енді жазайық. Оттегінің ядро заряды сонда 8 болады. Атомдық салмағын үстіне жазамыз. Енді протон және нейтрон, электрон саны анықтайтын болса, жаңағы формула қоямыз. N тең AR алу Z, яғни реттік номері. Сонымен оттегінің атомдық салмағы 16. 16-дан реттік нөмірді алсақ 8, сонда 8 шығады екен. Бұл тапқан санымыз нейтрон саны 8. Протон мен электрон саны біз жаңа айтып кеттік. Элементтің реттік нөміріне тең деп. Сонымен жауабы мынандай атомдық құрылыс шығады екен. Ал қайсысын есеп шығаруға тақтаға шығамыз, бар ма? Бір оқыс шығыңдар шыққан. Ай көркем шығарыш. Периодтық жүйе кестесін қолданып шығара қойып, мысалы ретінде натрийді жаза қой шыққан. Натрий элементі. Мында сөйлейміз. Натрийдің реттік номері 11. Және де атомдық салмағы 23. Протон, нейтрон, электронды жазамыз. Протон мен электронның саны 11. 11-ді қайдан алды? Атомның ядросы. Атом ядросынан алды. Енді
нейтронды табу үшін атомдық массадан атомдық зарядты аламыз. Яғни 23-тен. 23-тен нені алды? Атомдық зарядты. Яғни 11-ді. Сонымен неше нейтрон шықты? 12. 12 нейтрон шықты. Отыра ғой. Тамаша. Ал енді дәптерлерімізді ашамыз да ары қарай жазайық. Сонымен сутегінің изотопын жазайық. 1,1 деген түрі кездеседі екен. Сутегінің 1,2 және сутегінің 1,3. Так, онда 1 дегеніміз бұл бізде 1 төменгі сандар бұл сутегінің реттік номері білесіздер. Ал жоғарыда тұрған бұл сутегінің изотоптары, яғни атомдық салмағы әртүрлі элемент, әртүрлі кездеседі екен. Яғни біріншісі аталады екен проторий. Жазамыз дәптерге. Екіншісі дейтерий. Және третий. Распад. Сонымен сутегін изотоптар протий, дейтерий және третий. Яғни осы элементтердің атомдық құрылысын жазатын болса, мысалы дейтерийдің атомдық құрылысын жазатын болса, 1,2 дейміз. Протон, нейтрон және электронды анықтайтын болса, яғни протон саны 1,1 болады екен, нейтронды анықтаса, яғни атомдық салмақтан аламыз реттік номерді, тең болады бізде 2 алу 1-ді тең 1. Яғни 1 нейтрон болады екен онда. Жазып қойды. Ал енді жазып болсақ, тағда мынандай түсініктеме беріп кетейік. Мысалы, хлордың табиғатта изотоптары бар. Сол изотоптарының біреуі 75%-да кездеседі екен, екіншісі 25% болып кездеседі екен. Ал хлор жаңа айттığında 75%-дық кездеседі екен, және хлор 25%-дық изотопы кездеседі екен. Егер осы хлордың атомдық орташа массасын табатын болса, яғни 35-ті көбейтеміз 0,75-ке. Қосамыз 35-ті көбейтеміз 0,25-ке. Сол кезде бізде орташа шығады екен 35,543. Сондықтан біз Менделеевтің периодтық жүйе кестесінде хлордың салыстырмалы атомдық массасы тең 35-5 деп алады екенбіз. Түсінікті ма, балалар? Сіздер оқулықтың бірінші бетін ашамызда мынандай тапсырма сұрақ берем сіздерге. Периодтық жүйе кестесі бойынша қарап отырсаңдар, элементтің атомдық массалары бірінен кейін бірі артып отыр. Аштық па кестелерді? Ал қанайда қойыңдар, сутек нешеге тең? 1-ге тең. Гелий 4-ге тең. Литий, бериллий, бор, көміртегі, азот, оттегі, фтор. Келесі үшінші периодқа өтеміз. Натрий, магний 24-ге, алюминий, кремний, фосфор, күкірт, хлор 35,5 дедік жаңада, аргон 39, да? 39 емес 40 қараймыз дөңгелектеп алғанда, ал калийде неше? 39. Яғни енді мұнда қараңдар. Сіздер байқаған шығарсыздар, да? Элементтер бізде периодтық жүйе кесте бойынша атомдық салмағы артып отырды, да? Енді аргон мен калийға келгенде атомдық салмақтары не істеп отыр? Керісінше тұр, да? Яғни аргонда 40, калийда 39. Яғни бұның неге жаңағы керіс орналасқанын түсіндіретін болса, яғни бұл аргон мен калийдің жаңағы изотоптарына байланысты, яғни калий элементінің изотопына байланысты деген сөз. Калийдің атомдық салмағын орташа есебін есептеген кезінде жаңағы аргоннан кіші болып тұр. Ал бірақ ядро заряды аргонға қарағанда калийда нешеге тең болып тұр? 29-ға тең болып тұр, да? Сондықтан біз калийді аргоннан кейін орналастырамыз. Келесі, телур деген элементті табайық шыққан.
Таптыңдар ма? Телур йодтың алдында тұрған элемент. Таптық па? Телур элементі атомдық салмағы нешеге тең балалар? 128. Одан кейін орналасқан элемент йод. Оның атомдық салмағы 127. Ал тағы да сұрақ қоямыз да, яғни атомдық салмағы телурда йодқа қарағанда артық, оның алдында көп болып тұр да. Яғни атомдық салмағының артық болып кестеде алдында тұруы телурдың изотопына байланысты екен. Табиғатта телурдың 8 изотопы бар екен. Осы 8 изотоптарының массаларын қосып, атомдық ядросына бөлген кезінде, яғни телурдың атомдық массасы йодтың атомдық массасына көп болып тұр. Ал бірақ ядро заряды телурда 52, йодта 53. Сондықтан телур бізде йодтың алдында жазылған екен. Түсінікті ма балалар? Сонымен изотоп дегеніміз не екен балалар? Айтып кетейікші. Ядро заряды бірдей, бірақ атомдық массалары әртүрлі бір элемент атомдарының түрі изотоптар деп аталады. Изотопты жайлы Айкөркем айтып кетті. Енді дәптерге ережесін жаза қойыңыз да. Бүгінгі сабақ бойынша қалай түсінгенімізді анықтау үшін сіздермен есеп шығарайық. Ал тақтаға кім шығады? Бүгінгі жаңа тақырып бойынша Айкөркем шығару шығар. Бізге магний элементінің протон, нейтрон және электрон санын анықтаймыз. Сөйлейміз. Магний элемент. Атомдық массасы 24. 24. Дұрыс. Үстіне жазамыз. Атомдық номері 12. Заряды плюс болады. Магний элементінің протон, нейтрон, электронын анықтаймыз. Протон және электрон саны атомдық Реттік нөміріне тең. 12 болады. А нейтронды табу үшін атомдық массадан реттік нөмірді азайтамыз. Яғни 24-тен 12-ні азайтамыз. жауабы 12 болады. 12 шықты. Нейтрон саны 12. Тамаша. Отыра бар. Бұл. Так, мен тақтарға жазып қоямын. Оттегі. Тамаша, мұны тақтада берілген элементтерін жазып шықты. Протон, нейтрон және электрон сандары. Шығаруымыз дұрыс. Сабақты жақсы түсінген екенсіздер. Енді бұдан бөлек қазір біз ноутбукты қосамыз да, жаңағы LeapWorksheet деген сайтқа кіріп, ары қарай тағы жұмысымызды жалғастырамыз. Ноутбуктарымызды кіреміз. Атомдық структура дейді. Яғни элементтің таңбалануы, атомдық саны, массасы, протон саны, нейтрон және электрон саны анықтауымыз керек. Тақтаға кім шығады? Ал әлімден шыға ғой. Аяқ. Таңбалануы. Лейте. Сөйлейміз. Атомдық массасы 7. 7. Протон саны 3. 3. Электрон саны 3. Отыра ғой. Орнымызда да отырып жаңа сайт бойынша жұмыс істеді. Қаны жұмыстарында аяқтадыңдар ма балалар? Ал енді аяқтасыңдар, қазір қорытындысын көрейін қалай орындаған екен. 10-ның 8 екен. Дәптерлеріне түртіп алыңдар. 8 баққан Айкөркем мен Әлімжанда көрейік. 10-ның неше дұрыс екен? 6 дұрыс екен. Дәптерлеріне түртіңдер. Келесі күн бізде аяқтап болды. Ал Исламбекті Айкөркем екеуін көрейік. Қандай жауабы? 10-ның 10-ы. 10-ның 10 дұрыс екен. Және келесі оқушыны көрейік. Бұл бізде Арайлы мен Айжанда да. Ешеу дұрыс. 10-ның 10 дұрыс екен. И Ержандікінде көрейік. Яғни дәптерлеріне түртіп алдыңдар ма? 10-ның 10 дұрыс екен. Айжан мен Арайлында. 10-ның 10 дұрыс екен. Тамаша. Ал енді бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, мынандай тапсырма сіздерге сәйкестендіру тапсырмасын орындаймыз. Бұнда түсініктемелер мен анықтамалар арасындағы сәйкестікті табуымыз керек.
яғни бастапқыда түсінік берілген, оң жағында түсініктеменің анықтамасы берілген. Ал оқып шығамыз да, кім шығады тақтаға? Мына тапсырманы сәйкестендірін табу үшін. Ал арайлым шыға қойды. Анықтаманы оқиық бірінші. Химиялық қасиетін анықтайтын заттың кіші бөлшегі молекула. Молекула. Отыра қой. Келесі. Қол көтереміз. Ал Карина шыға қой. Егер қатыспайсыңдар, барлығымыз қол көтеруіміз керек. Білеміз ғой. Химиялық бөлінбейтін ең кіші бөлшек. Бұл атом екен. Отыра қой. Сабағымызды қорытындылай келе. Қазір енді соткаларымызды басамыз да. Яғни бүгін сабақта нені түсіндік, нені білеміз, және не қолымыздан келеді деген тапсырманы орындай қояйық. Енді сабағымызды аяқтай келе, жетістік сатысы, яғни сабағымызға рефлексия жасай шыққан. Яғни тақтада қарап отырсаңдар, білемін, түсінемін, қолымнан келеді деген жаңағы сатыларды белгілеп қойдым. Қазір біз сотка арқылы жаңағы сілтеме, Padlet сілтемесі бойынша кіреміз да, бүгінгі сабақ бойынша нені білдіңдер, түсініңдер, қолдарынан келеді, соны жаза қойыңдар. Бүгінгі сабақ бойынша нені біліп түсінгендерің және қолдарынан келетін жайлы ақпаратты жазыңыздар. Және төменде сіздердің жаңағы сайт бойынша жұмыс істеген балдарыңызда біз 2 тапсырма орындадық. 10 балдан 2 балл, содан жаңағы 20 балдан неше жаңағы балл жинағандарыңызды жазыпсыздар. Қорытындылай келе, бүгінгі атом құрамы, құрылысы және изотоптар бойынша қандай мағлұмат алдық? Ал айта қойшы Айкөтем. Элементтердің таңбалануын білемін. Және ал Сүйінов. Мен протон, нейтрон, электронды табуды үйрендім. Табуды үйрендік. Жарайды Айгүл. Изотоп жайлы ақпарат алдым. Изотоп жайлы ақпарат алдық. Ал Исламбек. Атом жайлы ақпараттар білдім. Яғни Визепорттың моделін сіз аламыз депті Карина. Яғни бүгінгі сабағымыз сабағымыздың мақсатына жеттік па балалар? Иә. Ал жарайды. Сонымен сабағымызды аяқтаймыз.